Сәлем достар, міне біз Мир Фэнтезиға келдік. Қазір барлық аттракционға отыратын боламыз. Экстрим болады. Ал біз болсақ Мир Фэнтезиға келіп қалдық. Міне кіре берісте ережелер жазылған және қандай аттракциондар бар. Оқып қойыңыздар. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Временно нельзя выходить. Міне 3 аттракцион жұмыс істемейді екен. Қандай аттракциондар екенін аттың соңыртамын айтатын боламын. Қазір барлығын видеоға түсіріп көрсетемін. Бүгін өте қызықты бір контент жасайық Мир Фэнтезида. Міне қазір осы аттракционға отыратын боламыз. Өте қызықты болатын шығар. Шығар емес, өте қызықты болады. Осыған менің қаншама жыл отырғым келіп жүрген, бұйырса қазір отырамыз. Мир Фэнтези бағасы 5000 теңге екен. Бір жақсысы, өзің білесің қандай затқа неше рет отыратыныңды. Бір 10 рет отырсан да, 20 рет отырсан да, 1 рет отырсан да, өзің білесің. Ешкім оны қадағаламайды. Сол себептен де 5000 теңге жақсы деп ойлаймын. Себебі басқа аттракциондар мысалға бір билет 12-3 теңге болады. Бір-ақ рет отырасыздар болады. Ал мұнда 5000 теңге қалағанша отыра бересіздер. Және де ең маңыздысы үлкендерге адам көп. Және де бірінші отыратын аттракционымыз осындай. Міне осы аттракционға қазір бұйырса отыратын боламыз. Бумеранг деген аты, бумеранг екен. Қазір міне отырамыз. Ал міне отырып жатырмыз. Руки как? Бісміллә. Все, камераны өшіріп, фотканы тығайық. Қазір. Йо-майо, базар жоқ екен. Басымыз айналып, айғайлатып қой тура. Тіпті Набаланы өзі айғайлады. Набала ештеңеден қорқпайтын бала. Азап жүрегіміз айнып кетті. Ол вообще күшті екен. Адреналин деген полный. Қазір міне осы аттракциондарға отыратын боламыз. Өте қатты экстрим болатын сияқты. Қалай отырғанымыз туралы видеоға түсіре алмаймын, себебі видеоға түсіретін адам жоқ. Сонымен қатар мұнда сотка точно ұстамаған жөн. Мұны аттракциондарға сотка бит камераны ұстап түсселдер, бітті. Соткаларын қайта ашып, қайта алған білмей қалатын сияқтысыңдар ғой. Себебі өте қорқынышты шынымен. Ал бұл жер кішкентай балалардікі болу керек. Себебі кішкентай балалардың ойнайтындары өте көп екен. Үлкендерге аса қатты көп емес, бірақ үлкендерге жеткілікті деп ойлаймын. Жаңағы экстримдар. Міне тағы да бір аттракцион өте экстремальный биіктен төмен құлау. Қазір міне көресіздер. Мына аттракционның қалай жұмыс істейтінін. Біріншіден адамды өте биікке көтереді де, бірақ резко жібере салады. Сіз үлкен биіктіктен 5 секунд ішінде төмен сырғып, бірақ түсесіз. Өте мықты адреналин. Надо вообще мощный аттракцион. Короче, мне примерно усай был инноватор. Ну, типа американский город. Ал енді комната смеха. Анау не? Семіз бала. Бәрін тесіз көрсетіп шығайын. Бұл ше. Қатты күлкі емес. Бұл вообще непонятно мне. Анау, скорее всего, детские кішкентай балалардікі, поэтому я. Мне кажется, это қызық жоқ сияқты. Шынымен ешқандай қызық жоқ. Комната смеха, бірақ күлген жоқпыз. Короче, мынаған отыруға күшім жетпеді. Зато салауатты жібере салдым. Давай, сындаушым.
Ал енді осындай шейх деген аттракцион қазір отыратын боламыз. Қазір достар қараңыздар, мынандайға отырамыз. Өте қызықта болатын сияқты. Қандай екен білмейміз, тоже бірінші рет отырамыз, но өте прикольно, бірақ қалай отырғанымызды видеоға түсіре алмаймын.
кешкісін аттракциондар осылай жанады екен. Өте әдемі болып. Жаңа біз осы аттракционға отырдық. Тоже өте күшті екен. Әсіресе түнде қараңыздар қалай жанып тұрады. Міне бұл аттракциондар кішкентай балаларға арналған аттракциондар. Бірақ мынаның өзі кішкентай балаларға өте қатты экстрим болады деп ойлаймын. Кенгуру міне. Және қазір біз міне колесо обозрениеге отырамыз. Міне кішкентай балаларға тағы да осындай аттракцион бар екен. Кішкентай карусель. Мынау уже біраз үлкен балаларға қойдым. Міне колесо обозрение. Және қасында Нью-Йорк Сити деген бір аттракцион бар. Фонтан бар, бірақ фонтан қазір жұмыс істемейді. Күн суық. Ал біз болсақ колесо обозрениеге отырайық. Көкке отырып еді, Роза. Жоғарыға қарай көтерілген кезде жер болады. Орнымыздан тұрмайтын. Жақсы, отырып шәкет салып. Отырамыз. Ал міне біз осындайға. Достар, біз болсақ колесо обозрениеге отырдық. Міне бауырыммен жаңа қысып алдық. Шын қысып алдық. Міне қазір көтерілеміз. Мынау енді экстрим емес сияқты, надеюсь, қыспаймыз. Біз уже биікке жетіп қалдық. Өте қызықты болайын деп тұр қазір. Мен тұрып мына шайқаймын. Десіне, қашындай. Міне көтеріліп қалдық. Өте әдемі. Қараңыздар. Қазір дәл шыңға шығамыз. Дәл шыңға шығамыз. Ең биігіне. Міне уже қалалар көрініп тұр. Міне таулар, барлығы үйлер. Қараңыздарына. Колесо обозрениемен бүкіл жер көрдіп тұр. Өте әдемі. Таулар қараңыздар қандай әдемі. Достар, қараңыздар қандай әдемі жерлер көрініп жатыр. Міне таудың өзі әсем ғой. Біздің Алматы қаламыз өте әдемі. Міндетті түрде қонаққа келіңіздер. Мынаның бәрі көруге стоит нәрселер. Қараңыздар, өте әдемі. Қазір біз міне ең шыңға шығамыз. Міне бүкіл мир фэнтези алаңы. Мен былай станып тұрмын. Міне қараңыздар, өте әдемі. Қараңыздар, қандай әдемі жерлер. Таулар жөнінде міне. Міне балаларға арналған осындай аттракцион бар екен. Өте әдемі. Жануарларға отырып төбеге болады. Мұнда вообще патша сияқты отыруға болады. Міне Индия, арыстан, ат, тағы да өте көп қызықты жануарлар. Міне өте әдемі. Кешкісін әсіресе келген өте әдемі екен. Міне тағы да осындай аттракциондар. Feeling Tigers деген өте балаларға ұнайды деп ойлаймыз. Және де тағы да міне біраз экстрим горка сияқты. Қалдыр жақынан көретін боласыздар. Өте әдемі, сырттан қараса. Тірі көзбен көрген мүлдем басқаша болады. Міне әсемдік декорацияның өзі де әдемі жанып тұрады. Түрлі түстермен өте әдемі көрінеді. Қараңыздар міне. Декорацияның өзі қалай әдемі жасалған. Тағы да осындай міне декорлары бар. Ал бұлардың жанында кенгуру деген аттракцион. Тоже экстрим қақсайды. Бірақ біз енді аттракциондарға отырмаймыз деп шештік. Және де осындай декорация бар. Барстың суретімен қараңыздар. Барстың мүсіні бұл 1997 жылы жасалған екен. Сол жылы ашылыпты. Міне мини-кары деген нәрсе. Бұндайларға отырып, осындай арнайы жасалған жолмен жүреміз. Қазір отырайық деп жатырмыз. Бірақ кішкентай балалар сияқты ма деп ойлап тұрмыз. Қазір білетін боламыз. Оказывается, мини-карлар үлкен адамдарға болмайды екен. Себебіне пайдалану ережелерін оқыдық. Ересек адамдарға жол берілмейді дейді. Өте өкінішті, себебі отырғымыз келген
Бірақ бағана кіре берсе ана жақтан бір үлкен картингтар көрген болатынбыз. Қазір енді сонда бар жатырмыз. Сонда отыруға болатын сияқты. Достар, қараңыздар, үлкен адамдарға арналған картинг. Қазір міндетті түрде тебетін боламыз. Міне қараңыздар, үлкен адамдар тебіп жүр. Өте қызық сияқты. Бірақ аса қатты көрмейді. Қазір көреміз. Міне картингта. Өтедеме адамдар тебіп жүр. Ересектерге арналған. Бірақ жүретіндері аса қатты үлкен емес екен. Бірақ нормально. Міне достар, картингті есептейдер. Бұрып қалсаңыздар, ескі бұрылар. Өте күшті. Қараңыздар қалай өте күшті арналғанда. Достар, қайырлы түн. Мен видеоны уже үйде түсіріп жатырмын. Және аттракционнан шыққанда аздап жағдайымыз болмады түсіруге. Осы видеоны көргеніңізге рахмет. Барлықтарыңызға лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздер бұл аттракционға кірдіңіздер ма? Не ұнады, не ұнаған жоқ? Және де барғыларыңыз келеді ма, жоқ па? Және де тағы қандай жерлерге баруға болады? Тоже жаза кетіңіздер.